Микрофонды өшіріп қоямыз. Қайырлы күн, қымбатты ұстаздар мен оқушылар. Республикалық бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы қатарына оқушыларды қабылдау салтанатты жиынына қош келдіңіздер. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік мерекесіне арналған, сондай-ақ жас азаматтарды еліміздің нағыз патриоттары, өзгерістерден қаймықпайтын, еңбекқұмар, білімге құштар, өзін-өзі үнемі жетілдіруге ұмтылатын, өршіл, қайсар етіп тәрбиелеуді, дәстүрімізді және ұлттық адамзаттық құндылықтарымызды көздейтін бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы республикалық қоғамдық бірлестігінің қатарына мектеп оқушыларын қабылдау рәсіміне арналған салтанатты жиынымызды ашық деп жариялаймыз. Мен қазақпын, ұланымын елімнің, мен қазақпын, тірегімін жерімнің, ұланымын туын көкке көтерген, ертеңімін егеменді елімнің. Түсінген өмірдің мән, жалы жастар, сендерсің, беретін бойға күш қуат жігер, шырқалсы шаттық, гимн әнім. Оқушылар түзеліп тік тұрыңдар, Қазақстан Республикасының гимні ойналсын. Жақсы, ендеше ұйымның қатарына қабылдау рәсіміне көше отырып, алдымен ұйымның мақсат, міндет ережелерімен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Жанарыз? Қоғамдық өмірде, тұрмыста, қазақ ұлттық болмыста, халықтың келбетпен қалыпты сақтай отырып, ата-анасын шынайы сыйлап, олардың өнегелі қасиеттерін бойға сіңіріп, өсиеттерін орындауды перзенттік парыз деп түсінеді. Туған елін шексіз сүйеді. Қазақстан Республикасының туының үстінде галстук тағу керек және республикамыздың мемлекет нышандарын құрметпен мемлекеттік гимнді жатқа айту керек. Шет елдердің мемлекеттік нышандары адамдардың немесе басқа да суреттер салынған. Пайдаланумен әуестенбейді. Өзі тұрмыста, қоғамдық өмірде сыпайы, қарапайым мінезде ұстайды. Қазақ тілін еркін меңгеріп, елдің тарихын, мәдениетін, әдебиетін, өнерін, салт-дәстүрін жақсы білу, дамыта түсу, сақтау үшін ынталы еңбектенетін болады. Жас ұлан, жас қыран ұйымының мүшесі отанына адал. Жас ұлан, жас қыран ұйымының мүшесі отанының адал азаматтары.
Жақсы, келесі бүгінгі жиынның ең жауапты сәті ант тапсыру рәсімін Жас ұлан ұйымы қатарына қабылданушы Темірхан Алиханға береміз. Біз Жас ұлан ұйымына кіре отырып, Қазақстан Республикасының патриоты болуға, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, дәріптеуге, туған еліміз, жеріміз, отанымызды мақтаныш етуге, ата-анамызды қадірлеп, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуге, оқуда озат, еңбекте адал болуға, салауатты өмір салтын ұстануға, тәуелсіз еліміздің білімді, жігерлі, парасатты, отансүйгіш азаматы болуға ант етеміз. Өте жақсы. Құрметті ұстаздар мен оқушылар, санитарлық талаптарды сақтай отырып, онлайн форматында өткізіліп отырғандықтан, Жас Қыран, Жас ұлан ұйымына қабылданған оқушыларға ұйымға қабылданған жөніндегі сертификат сынып жетекшілерімізге беріледі. Келесі құттықтау сөз кезегін мектебіміздің директоры Үстірғанова Жайна Аманжанқызына береміз. Ал құрметті де қымбатты Жас ұлан және Жас Қыран бірыңғай балалары мен жасөспірімдер ұйымына қабылданушы шәкірттеріміз, құрметті ата-аналар, ұстаздар, бүгінгі мереке құтты болсын. Мына тәуелсіздіктің қарсаңында жыл сайын осындай дәстүрлі түрде мектептің жақсы оқушылары Жас ұлан, Жас Қыран ұйымына қабылданады. Бүгінгі күні де міне қазіргі жағдайға байланысты осылай өткізуге енді мәжбүр болып отырмыз. Әрине, бұл уақытша нәрсе. Ертең барлығыңыз да мектепке келіп, өздеріңіздің осы қабылданған кезде айтқан анттарыңызды орындайтын, ант беріп жатсыздар. Өте риза болып отырмыз. Рахмет сіздерге. Осы анттарын орындайтын, жақсы, тәртіпті, тәрбиелі, ата-аналарын құрметтейтін, отанын сүйетін, мектебін сүйетін, жақсы шәкірттер болатыныңызға біз сенеміз. Сіздер жай мектепте оқымайсыздар, сіздер Ақтау қаласындағы Фариза Оңғарсынова атындағы мектепте оқисыздар. Сондықтан, егерде сіздердің жақсы істеріңіз болса, жаңағы Фариза апамыздың рухы да риза болып сендерге қуанып жатады деп есептейміз. Ал кішкене тентектіктерің болып, жаман атақтарың болып жатса, ол кісі де ренжиді деп есептейміз. Сондықтан да сіздердің осы елімізге қызмет ететін, мектептің абыройын асқақтататын жақсы оқушылар болатыныңызға біз сеніп, сіздерді осы бүгінгі жиында салтанатты түрде қабылдап отырмыз. Жас ұлан, Жас Қыран ұйымына 40 бала қабылданып жатыр. 20-сы Жас ұланға, 20-сы Жас Қыранға. Сондықтан сіздердің алдағы өмірлеріңізге сәттілік тілейміз. Бүгінгідей үлкен салтанатты, қуанышты мерекелеріңізге құттықтаймыз. Ал аман болыңдар балапандар. Дендеріңіз сау болсын, сабақтарыңызды жақсы оқыңдар. Біз сіздермен мақтанамыз, біздің болашағымыз деп сіздерге үлкен үміт артамыз. Рахмет. Рахмет Жайна Аманжанқызы. Рахмет. Ризамын деп осындай жастық шаққа. Не жетер Жас ұлан, Жас Қыран деген лайғатқа. Келеміз егемендел төрін өрлеп, ашылып алдымыздан алтын қақпа. Қазағымның жерін, елін қорғайтын, жас жеткіншек ұланы бар, елі бар. Міне осындай егеменді еліміз, кең жазира, ұлан байтақ жеріміз. Туған елін, жерін сүйетін, біз қазақтың ұланымыз, еріміз. Келесі хор Жас ұлан гимні.
Асқар таққан әлемге сен байрағым. Еліміздің айбынын Асқақтатып асқақ байрағым. Жақсы оқушылар, республикалық бірыңғай жас ұлан, жас қыран, балалар мен жасөспірімдер ұйымы қатарына салтанатты онлайн қабылдау рәсімі өз мәресіне жетті. Ұйым қатарына қабылданған оқушыларды құттықтай отырып, салтанатты жиынымызды аяқтаймыз. Қош, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыз, апай, сау болыңыз. Сау болыңыз, апай. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар балалар, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыз, апай.